Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды, өте пайдалы болған түскі ас не болмаса кешкі асқа тамақ жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен брокколи мен гүлді қырыққабатты үлкендеу бөліктерге бөліп турап аламыз. Қанша мөлшерде қосу өз қалауларыңызша, мен брокколиден көбірек қостым. Суға салып қайнатып, қайнап шыққаннан кейін 5-6 минут уақытта қайнатып, шала пісіріп аламыз. Осы уақытта біз басқа заттарды турап аламыз. Бір пиязды дәл видеодағыдай майдалап турап аламыз. Сәбізді біреу не болмаса екеу қоссаңыздар болады, майда болса үкіштен өткізіп аламыз. Бір қызанақты да майда 4-3 бөліктерге бөліп турап аламыз. Бір болгар бұрышында майдалап турап аламыз. Қызыл не болмаса көк, ол өз қалауларыңызша. Мен қызыл мұздатылған түрін пайдаландым. Табаға аздап май құйып, бірінші пиязды салып қуырып аламыз. Үстіне сәбізді саламыз, оны да кішкене араластырып қуырамыз. Оның үстіне болгар бұрышын саламыз, кішкене араластырамыз. Үстіне тұз саламыз, араластырамыз. Сосын қызанақтарды салып, қуырып, асын өшіріп, табада кішкене қалдыратын боламыз. Кішкене суығанша. Біздің брокколи, гүлді қырыққабаттарымыз қайнап, дайын болды. Енді құятын соусымызды дайындап аламыз. 3 жұмыртқаны шағып саламыз. Тұз араластырамыз. 1 шай қасық не болмаса 1,5 шай қасығында араластырсақ жетеді. Оны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстіне сүтті құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май саламыз. Ұнды саламыз. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Комоктары қалмау керек. Енді бізге арнайы осындай пешке салатын ыдыс қажет болады. Егер сіздерде болмаса, кішкене көлемдегі листі пайдалансаңыздар болады. Оған брокколи мен түрлі түсті қырыққабатты осындай бөліктерге бөліп алып, салып, жайғастырып шығамыз. Үстіне қуырып алған подливкамызды салып, барлық жеріне жететіндей етіп, тегістеп шығамыз. Енді үстіне аздап қара бұрыш сеуіп шығамыз. Сосын дайындап алған соусымызды, сүтті араласпамызды құйып шығамыз. Үстін кішкене тегістеп жібереміз. Сосын біз жақсы дәмді сырды пайдаланамыз. Оны үкіштен өткізіп алып, бетін осылай сырмен қаптап шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут уақытта үсті кішкене қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Міне дәл осылай қызарып пісіп шықты. Ыстықтай дастарханға тартсаңыздар да болады, не болмаса кішкене суытып барып жесеңіздер де өте дәмді болады. Қасына бір гарнир дайындасаңыздар, кешкі асқа өте дәмді тамақ дайын болады. Міне қазір кесіп көреміз. Ыстық кезде кессеңіздер, іші кішкене жұмсақтау болып тұрады. Суығаннан кейін барып, іші қатаятын болады. Міне қараңыздар, іші қатайып, өте дәмді болып шығады. Брокколи мен түрлі түсті қырыққабатты ұнататындар өте сүйіп жейтін тамақ болады. Сіздерге отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.